Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тәрбие сағатының тақырыбы Қазақстан саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу. Тәрбие сағаттың мақсаты жазықсыз жапа шегіп, қазақты егеменді ерлетеміз деп еркіндікке ұмтылған ерлердің алдындағы борышты өтеуге, парызды ақтауға, патриоттық сезімді оятуға тәрбиелеу. Қазақстандағы тұңғыш репрессия 1928 жылдан басталды. Өйткені 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келген Голшекин республиканың саяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайымен танысқаннан кейін Қазақстанға ұлы қазан революциясының ешқандай ықпалы болмады. Сондықтан мұнда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындыға келіп, республикада репрессиялық шаралар жүргізе бастайды. Ол ең алдымен ескі зиялыларға ауыз салады. Солардың ішінде қазақстандық Бөкейханов, Ақпаев, Ермеков, тағы да басқа зиялылар болды. Қазақстан саяси қуғын-сүргін құрбандарын 1 минуттық үнсіздікпен еске аламыз. Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда Қарқаралы уезі Семей облысында дүниеге келген. Қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, ормантанушы, тарихшы, этнограф, әдебиетші, аудармашы әрі публицист ретінде қазақ халқының саяси, әлеуметтік, мәдени, рухани тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлға. Ұлт-азаттық және алаш жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы. Әлихан Бөкейханов 1937 жылы 27 қыркүйекте жалған жаламен өлім жазасына кесілді. Әлихан бұрынғы хан сұлтандардың ұрпағы ретінде туған халқы алдында өзін айыпты сезінді. Хан баласында қазақтың хақысы бар еді, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген сертіне соңғы демі қалғанша адал болды. Қуғын-сүргінге ұшырағандардың бірі Ахмет Байтұрсынұлы болды. Ахмет Байтұрсынұлы 1972 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытөбе ауылында дүниеге келген. Қазақтың ұлы ақыны, ғалым, публицист, қоғам қайраткері, 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, Алашорда үкіметінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынұлына негізсіз жала жабылып, алыс Сібірге айдалып, қуғын-сүргінге ұшырады. 1937 жылы абақтыға қамалып, сол жылдың 8 желтоқсанында атылды. Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда Солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Мағжан Жұмабаев жай ғана ақын емес, ұлт болашағы үшін күрескен алаш қайраткері. Оның күрескерлік өмірі мен шығармашылығы кеңес кезінде кісенде болды. Рухты жырлармен халықты жігерленді, елді татулыққа шақырды, бірақ солақай саясаттың құрбаны болды. Қоғам қайраткері Ғабит Мүсірепов 1902 жылы 22 наурызда қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Шындықтың бетіне тура қарай алатын Ғабит Мүсіреповтің іс-әрекеті кеңес идеологиясына кереғар бола бастайды. Сталиндік репрессияның зияны Ғабит Мүсіреповке де тиді. Бар шындықты бұрмалап, жоғары жаққа бәрі керемет деген Голшекиннің саясатын сынағандардың қатарында Ғабит Мүсірепов те болды. Және шұғыла шығармалардың мазмұны елдің колхоздастыру саясатына тікелей қарсы бағытталған деген айып тағылады. Және 1938 жылы қызметтен алынып, партиядан да шығарылады. Алайда ол абақты мен ажалдан аман қалады. Неге аз болдық, қазағымның баласы? Нәубет көріп, тиді жендет жаласы. Нағыз сойқан көрді талай ұлтымыз. Нала көрді, жала көрді даласы. Өткен өтті, кеткен кетті демеңіз. Өртке түсті, дертке түсті денеміз. Өлмеу үшін күресумен келеміз. Өрге жүзіп, мақсат атты кемеміз. Қара найза жүрегіңе кіргендей, қош айтуға қалдың қарттың үлгермей. Қара бала құлап түсті күбірлеп, қайран атам бұл мен ғой. Осылай деп сыр айтады бір аңыз, ойран қылған сол аштықта мұрамыз. Отан ана опат болған ұрпақтың обалында
жендеттерден сұраңыз. Ашаршылық сенің ашы айғағың, аян болған аянышпен айбарың. Арыз айтып кетті келер ұрпаққа, ауыр жылда құрбан болған қаймағың. Қара ниет қай кезде де қаныстар, қайғы мұңы жігеріңді жаныштар. Қадіріңді халқым бүгін айтады, қапияда қаза тапқан арыстар. 1997 жылдан бастап 31 мамыр күні саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып ресми бекітілген болатын. 1937-1939 жылдар аралығында қазақтың бас көтерер зиялы қауымдарының көпшілігі осы қуғын-сүргін құрбандарына айналды. Жұбан Молдағалиев өзінің «Мен қазақпын» атты өлеңінде «Мен қазақпын мың өліп мың тірілген, жүрегімде таныстым мың тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген» деп жырлаған болатын. Қазақтың басынан өтпеген зұламат кемде-кем. Қазір осы күнді атап өту біздің парызымыз, себебі өткенін ұмытқан ұлттың болашағы жоқ.